Баршаларыңызға қайырлы күн болсын. Бүгін бізде жексенбі, желтоқсан айының басы. Біз өзіміздің Лидс қаласынан Нью-Йорк деген қалаға сапар шекеріп тұрмыз. Онда баратын бірінші мақсатымыз Christmas Market дейді. Жаңа жыл алдындағы мерекелік безендірілген базарлар. Сол Нью-Йорк қаласында өте әдемі болады деп айтып жатыр. Біз үшін таңсық, біз үшін бір қызық жағдай болады. Нью-Йорк деген, жаңа Нью-Йорк деген атпен, Нью-Йорк деген атпен сіздерге танылуы мүмкін. Нью-Йорк деген қала бұл Америкада болатын болса, Нью-Йорк деген бұл Англияның орталығы болып саналатын Йоркшир елді мекенінің орталығы болып саналған ескі көне қалалардың бірі. Ол қалада кельттардың кезінде және скандинавтар салған өзінің ерекше бір архитектурасымен, безендірілуімен есте қаларлық бір әсемі қала. Соны сіздермен бірге тамашалайық. Алдына болатын болса біздің Хедингли деп аталатын аялдамамыз. Қазір біз сонда отбасымызбен келдік. Көріп тұрғандарыңыздар, бұл вокзал болған кезде станция деп айтайық. Бұл станцияға кіргенге жеңіл кіре бересіз. Пойыздың билеттерін пойыздың ішінде тексеруші адамдар өздері тексеріп алады. Ал қазіргі жағдайымыз осындай. Біздің пойыз жетіп келді. Қазір осында теріп отырамыз да жолға тартамыз. Англияда қалалардың саны өте көп. Сол біз Нью-Йорк деген қалаға бара жатқан жолда мына сияқты Уитон деген қалада өтіп бара жатырмыз. Осылай кетіп бара жатырмыз. Мынандай Англия пойыздарда ана сияқты бағдарламаны көрсетіп тұратын экрандары бар. Орындықтар алға артқа көрсетілген. Және мына сияқты үстел бар. Одан басқа адаптерлар бар. Ағылшындардың адаптерлары USB-мен салып қойып отыруға болады. Сияқты мусор салатын жәшіктері бар. Орындықтардың астында ол өте ыңғайлы. Алысқа жүгірмейсің, бармайсың. Мен кездестірген ең кішкене туалеттердің бірі шығар. Мына сияқты 3 батырма бар. Су, сабын және қолды кептіргіш. Мына жерде арасы енді тым тарлау екен. Басқа пойыздарда үлкенірек болады. Есіктер былай ашылады. Мынау болса Нью-Йорк деген қаланың орталық станциясы. Міне барлық жерге жүретін бағыттары, Халифакс, Манчестерге жүретін мына жақтан біраз жерге жол айрыққа жақсы тұрған. Ескі, көне, сондай ұзақ жылдар бойы сақталып өте жақсы қолданыстағы неме пойыздық вокзалы. Сияқты жайлы лифттері бар. Doors closing. Кім ойлайтын болса, біз Англияда рахаттанып, керемет бір өмір сүріп жүрміз. Бірақ балалармен қалай екен? Балалармен қысқаша былай болады. Біреу қолда, біреу қолтықта, біреу коляскада. Түстен кейін сағат 3 болды. Біз қазір жаңа жыл алдындағы маркетке бара жатырмыз. Бізден вокзалдан шықпай жатып, мынандай әсем бір ғимараттың ішінде, вокзалдан шыға берісінде осындай керемет ғимараттар. Ең басы көрікті дүниесі бұл Рим империясынан қалған ескі дуал. Дуал деген кезде бұл қорған. Нью-Йорк қаласының атақты қорғаны. Нью-Йорк қаласында жыл сайын мыңдаған, миллиондаған туристер келеді. Соның келгендегі ең бір
көретін дүниесі осы. Жәнедегі Англияның орталығы болатын бұл Йоркшир. Йоркшир кентінің орталығы Йорк қаласы. Бүкіл Англия тарихының негізі ортасы осы. Ұлыбритания дегеніміз бұл Англия, Уэльс, Шотландия, солтүстік Ирландия. Осының барлығын Ұлыбритания деп атайды. Егер сіздерге осы видео ұнайтын болса, басқа да видеоларымызды қарап, тамашалап отырыңыздар. Англия жағынан барлығын қазақша, қазақ тілде контент түсіреміз. Сіздерге сапалы болсын, сіздерден қолдау күтеміз. Ұнаса, лайк басып қолдай отырыңыздар. Біз осыдан 2 ай бұрын осы қалада болғанбыз. Сізге өте қатты ұнады. Сол себептен де осы қалаға келуді шешкенбіз. Кіре берістен Украинаның туы ілініп тұр. Дуал. Адамдар. Тоңған қазақтар. Дала салқын. Барлықтарыңызға көрсетейін деп тұрмын. Бұл қаланың көріктілігі. Ортада осындай бір өзен ағады. Күн суық. Барлығы бастарына бас киім, қолдарына қолғаптарына тағып алған. Видеоның стабилизациясы жоқ. Айып етпеңіздер. 2 баламен және де коляскамен видео түсіру өте біраз қолайсыздау, бірақ қызық болсын деп және де балалармен де осылай саяхатқа шығуға болады. Дайым 1 жылдан кейін біз әлемге болмаса да Қазақстанға аты танымал қыдырмашы отбасы болайық. Англияның Йорк деген қаласында осындай мерекелік дайындықтары жүріп жатыр. Ең көп сатылымдар, мерекелік алдындағы дайындықтар осы жаңа жыл алдында болады. Бір-біріне сыйлықтарды дайындау, бір-біріне қуаныш сыйлау деген Еуропа халықтары үшін бір ерекше бір мүмкіндік. Тойлауды олар жақсы жасайды. Атақты Англияның тамағы fish and chips дейді. Отқа күйдірілген, майға піскен балық және дегі біз білетін немелер, картошка фри, чипс дейді бұны. Иісі қандай аңқып тұр. Башыларыңызға. Біз мынандай жермен қыдырып жүрміз. Қазір видео түсіріп алайын деп тұрмын. Балалар тұрмақ үлкен ересек балалардың өздері мініп алған. Бір адамға 3 фунттан біздіңше 1600-1700 теңге. Солай кешкі жақын қыдырып келе жатып, Ambiente Tapas Bar деген испандық мейрамханаға келдік. Осының ішіне кіріп және тамағымызды ішіп лайық деп жатырмыз. Сыртынан әдемі көрінеді. Шығандай екен, қазір көресіздер. Бірге көрейік. Бағалары мынандай. Біздіңше плов 30 фунт дегеніміз 17-18 мың теңге. Сіздер үшін қалай? Бір табадан плов. Тамақ алып келді, дайын отырмыз. Ресторандағы столды айтсаңыздар, қалыңдығын қараңыздар, қандай ағаштан жасалған. Сапасы қандай мықты. Лайк.
испандықтардың ұлттық тағамы пататас бравас келді, картошка, кускус пен қой етімен. Мынау кешкі қаланың вайбы. Йорк, кешкі Йорк, ескі Йорк. Мынау кішкентай канал, көпір. Фосбридж хаус. Өте көп мейрамханалар, өте көп кішкене дүкендер сыйлық сатып алатындай. Себебі жаңа жыл қарсаңында бағанағы айтып өткеніндей адамдар көп сыйлықты бергенді ұнатады, сыйлық алғанды ұнатады. Сыйлық жасау үшін осындай кішкентай дүкендерге барады адамдар. Ашық тұрған дүкендердің сөрелері. Англияда өте көп таңғалатын емес жайт, бұл Индия және дегі Қытайдың мәдениеті өте көп. Себебі қай елді отарлады, сол елдің мәдениеті мен ғұрпын, сол елден келген келімсектер, сол елден келіп жатқан адамдардың барлығы өздерінің халқын дінімен бірге алып келеді. Тым әдемі екен, бірақ бұл әдемілікті камера бере алмай тұр. Себебі онда жарық дұрыс түспей тұр. Болсақ бұлай кетіп бара жатырмыз. Қолымызда коляскамыз бар. Мында ескі бір қала. Әрбір шіркеудің, ескі бір көне шіркеудің жанында байқап қарасаңыз, көптеген молалар болады, ескі зираттар. Бұлардың датасы бірнеше ғасыр. Қорқынышты, бірақ қызық. Ал міне, жаңа жыл атындағы базар деген осындай болады. Барлық адамдардың қолында глинтвейн, ыстық вино, қайнатылған вино. Шараптардың түр-түрінен сол глинтвейнді осы Европаның адамдары өте жақсы және өте көп тұтынады. Мына кезек донатқа тұр. Донат деген ішінде шоколады бар, әртүрлі қоспалары бар, бауырсақтар. Мұнда коктейльдер жасайды, түрлі коктейльдер жасайды. Йорк какао дейді. Ал мына жақтағы ағаштардағы әсемдікті қараңыздар. Мұнда әртүрлі жергілікті өндірушілер ірімшіктердің, сырлардың түр-түрлерін, май, бал, қолдан осындай өнертапқыштар әртүрлі жазулармен жазуларды қояды, аттарын жасап. Мынау Yorkshire пудинг бир дейді. Пудинг, мынан қараңыздар, мынау сыра екен. Мыналар болса тастан жасалған әртүрлі сый-сияпаттар. Мыналар болса таста қашалып жасалған, таспен ойылған немелер, керамикалық бұйымдар. Бұлар күміс. Мыналар осындай үйден жасалып келген түрлі пирогтарын алып келеді. Одан басқа Йорк джины бар екен. Джин деген алкогольді ішімдік. Магиясы осындай екен. Merry Christmas. Мына жерде одан да басқа бір қызықты дүниелер болып жатыр екен. Кельттардың
келттердің киімдері деп қояды. Бұлай тоқымалар ғой. Тоқыма әртүрлі киімдер. Ас үйге керекті тақтайшалар, көбінесе алкогольдік ішімдіктер. Мына сияқты дүниелер өте көп. Осы Европалық Christmas Market деген осындай болады. Оның өзінің бір ерекшелігі бар, өзінің магиясы бар. Адамдардың барлығын әлемнің түр-түрлі елдерінен, әлемнің бірнеше бұрыштарынан адамдарды осымен қызықтырып, баулып алып келеді. Бұл жерде қандай Йоркшир сырымен арнайы жасалған. Мына жерде болса шоколад. Шоколадтардың түр-түрі бар. Мына жерде осындай бір сиқырлы дүниелер бар екен. Қызыл, жасыл, сары, көк шамдармен жанып тұрған кез. Санта Клаус атамыз киімін киіп дайындалып жатыр екен. Барлық жерде брусчатка, барлық жерде баяғыдан бері, заманнан бері қаланған тастар жатыр. Жаңадан коммуникация жүргізілген жерлер көрініп тұрады. Мынандай темір салынатын болса, осында ерекше бір жолдары бар, жолақтары бар. Мына жолдардың барлығында мынандай әсемделген. Әлемнің барлығын жаулаған Коста кофе. Мәз қуанышты. Сидр деген бұл аз алкогольді ішімдік. Аз уақытта божытылып шыққан, виноға жетпеген әлі кезі. Мұнда шоколад, мұнда сабын, мұнда кашемир тоқыма өнімдері. Мына жерде әртүрлі настойкалар екен. Настойка деген шөптерден жасалған тұнбалар. Сіздерге видеоның сапасымен фотолар жететін болса, ал мұнда енді дәмі деген, иісі деген аңқып тұр. Полиция тыныштық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етіп жүреді. Одан басқа өзінің жергілікті күзетшілер де бар. Крепес, мұнда бір кезекте тұрған сияқты. Бұл үлкен француздық, бельгиялық вафлилар. Әртүрлі әлемнің шоколадтары қосылған. Мұнда сосейдж дейді. Скандинавиялық сосискалар. Мына жерде кожадан жасалған, терден былғардан жасалған сөмкелер, ыдыс-аяқтар. Өте ерекше әсерде болып тұрған мына ойыншықтар. Келе жатсақ, бір әдемі бір дауыс шығып тұр. Алдында да келген кезде осы бір жігіт осы орталықта өлең айтып тұрған. Дүкеннің сөрелерін осылай әсерлеп әдемілеп қойған екен. Бұл
Шай сататын дүкен. Кафетерия. Бunda da bir сиқыр мен құпиялар қаншама жатсыларған осының ішінде. Сіздерге мына жердің әдемілігін бере ала ма, бере алмайды ма екен? Бірақ атмосферасы сондай жылы. Кешкі сағат 7, адам аяғы азайған сияқылды. Сонымен сағат 7-нің шамасы болды. Далада жаңбыр жауып кетті біраз. Біз болсақ жүрміз әлі. Осылай біз асығып пойызға кірдік. Бағанадан бері айтып жатқанымдай, біз Йорк қаласында жүрміз. Англияның орталығы. Сіздерге де осындай саяхаттауды және де сіздерге де осындай отбасыңызбен қыдыруды тілеймін. Біздің арнамызға тіркеліп жүріңіздер, біздің видеоларымызды қарап жүріңіздер. Англиядан жалынды сәлем.